Ал енді мата шығын есептейік. Ол үшін бірінші мына иықтан белге дейін өлшейміз ұзындығын. Лекаладан өлшейік. 48 размерде, менде 42 шығып тұр, 43. Примерно 45 деп аламыз. Енді лекаладан жейінің ұзындығын өлшейміз. Басынан аяғына дейін. Менде 65 сантиметр шықты. Демек 45-ке 65-ті қосамыз тағы да. Енді мына етегінің ұзындығын өзіңіздің беліңізден қай жерге ұзындық керек, сол жерден өлшейміз. Менде 95 болды. Алдына 95 және артына да 95 сантиметр кетеді. Және мына жағасына примерно 10 сантиметр қосып алайық артық. Енді барлығын қосып шығамыз. 95-ке 95 қоссаң 190. Оны қоссаң, сонда етегіне 2 метр кетеді екен. 45-ке 65-ті қоссаң 110, сонда үстімен рукавқа 1-де 10 метр кетеді. Сонда 2-і 3-те 10, 48 размерге. Енді астар матасын есептейміз. Оған да етегі мысалға негізгі матадан кішкене болу керек, 5 сантиметрдей. Негізгі матаның етегіне 95 деп алсақ, ал подкладты 90 деп аламыз. 90 алдына, 90 артына, және де үстін қосамыз 45. Рукавқа қоспаймыз бұл подкладны. Енді 180, 2-де 25 метр кетеді екен подклад. 2,5 метр аласыздар ғой сонда.